Жүректің тыныштығы, адамның бақытты болатын жері бұл Мекке, Мәдина қаласы деп жатады. Әрине, Мекке, Мәдина берекелі жер, Алланың аяттары түскен қала. Бірақ адамның жүрегінің тыныштығы мен адамның бақытын осы екі қалаға байлаған қаншалықты дұрыс десеңізші? Әрине дұрыс емес. Себебі Мекке мен Мәдинада өмір сүріп бақытсыз болып, жүрегі орын таппай жүрген адамдардың қаншасы. Біздің қазақ елінен сол жерге барған кезде адамдар бақытты боламыз, жүрегіміз тынышталады дейді. Не себепті десеңіз, әрине ол жерге барған кезде адам баласы бүткіл дүние тіршілігін барлығын Қазақстанда тастап, санасын тек Аллаға ғибадат қыламын деген түсінікпен барғандықтан, ол жерде шынымен де ол адамның жүрегі тынышталады. Пайғамбарымыз алейхиссаламның қабірлерін көріп, ғибадат жасау арқылы тынышталады. Яғни бұл жерде мәселе адамның жүрегінің тыныш болуы, бақытты болу. Міндетті түрде Мекке мен Мәдина қаласына бармай-ақ өзіміздің елімізде де сол нәрсені жасауға болады. Неге десеңіз, мына таңертең тұрған кезде қу тіршілік дүниелерді, проблемаларды, дүниенің ауыртпашылығын өзіміздің мойнымызға асып алмай, бәлкім сол нәрселерді Аллаға тапсырып, Алла өзі реттейді. Ризықты Алла реттеуші, ризықты мен беремін деп Алла Тағала Құранда уәде берді деп, мына қу тіршіліктің бәрін Аллаға тапсырып, сіз жүрегіңізді күнде таңертең босатып, Алланың ризалығын іздеймін, мына дүниелердің барлығын я Раббым саған тапсырдым деп, әрбір адам таңертең осындай ниетпен, осындай түсінікпен тұратын болса, әрине ол адамның әр күні жүрегі тыныш, өмірі бақытты болады. Ол адамға берілген мүмкіндіктер, айналадағы адамдармен қарым-қатынастар, бұлардың барлығы, яғни өзінің жұмыстары Аллаға жақындататын жол деп білсе, әрбір адаммен қарым-қатынасы, әрбір өзінің істеп жатқан жұмысын, мүмкіндіктерін Аллаға апаратын жол деп танып, соны жасайтын болса, Мекке Мәдинасыз-ақ, Мекке Мәдинаға бармай-ақ адам баласының жүрегі тынышталып, бақытты ғұмыр кешетіндігі анық нәрсе. Себебі Алла Тағала Құранда бақытты болудың кілті бүткіл дүние тіршілікті Аллаға тапсырып, жүректі бос ұстау арқылы, жүректі Аллаға орын беру арқылы бақытты ғұмыр кешетіндігін айтады.